Сәлем, күндерің қалай өтіп жатыр? Аш қазақтың подкасттары жалғасады. Бізбен бірге бол. Бүгін мен дүкен туралы айтамын. Дүкенге күнде барасың ба? Мен дүкенге жиі барамын. Дүкен менің үйіме жақын. Бұл азық-түлік дүкені. Сондықтан мен керек заттарды осы жерден аламын. Дүкенде адамдар көп болады. Әсіресе таңертең сатып алушылар өте көп. Мен дүкенге кіргенде зат салу үшін себет аламын. Тағы арба алуға болады. Әдетте мен нан аламын. Сүт және жеміс аламын. Көбіне алма немесе банан аламын. Дүкендегі балғын жемістерде дәрумен көп. Дүкенде бағалар әр түрлі болады. Кейде арзан, кейде қымбат болады. Тауардың сапасына және мерзіміне назар аударамын. Мен сатушымен сөйлесемін. Дүкендегі сатушылар сатып алушыларға жиі көмектеседі. Және олар өте сыпайы. Сосын мен кассаға барамын. Кассада кезекте тұрамын. Мен қолма-қол ақшамен төлеймін, кейде картамен төлеймін. Және міндетті түрде чек аламын. Бұл маңызды. Дүкеннен шыққан соң мен үйге барамын. Сатып алған заттарыма қуанамын. Ал сен күнделікті дүкеннен не аласың? Тыңдағандарың үшін рахмет. Сау болыңдар.